Assalamualaikum айбындарда қазақ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, аспанымыз әрдайым ашық болсын. Міне біз осыны қазақтың бір керемет даласы Шығыс Қазақстан, оның ішінде Алтай дейді. Бұрынғы Зырян деп айталатын, қазір Алтай деп өзгерді. Бұқтырма дейді міне жолда. Ары қарай Катонқарағай атақты. Туристік аймақ, жасыл өлке, ғаламат нарада иістен айтып жеткізе алмаймыз. Міне осының бәрі қазақшаланып жатыр, жол жасалып жатыр, әуежай салынып жатыр, ашылады. Керемет енді. Алла разы болсын жасап жатқан азаматтарға. Бірақ міне менің бір көрсетейін дегенім мына Березовка дейді, Александровка дейді, тағы неше түрлі. Ивка, Овка деген аттар бар екен, Вовка деген. Міне осы атаудың бәрін өзгерту керек. Шетелдің азаматтары келді, жапондар, қытайлар, европейстер. Бұны кімнің жері деп қарайтынына? Березовка деген қазақтың сөзі ме? Осыны тездетіп, жуық арада қазақ атауын беру керек, қазақша атауларын. Бұрынғы жер су аттары қайтадан өзгерту керек, сол аттарды беру керек. Ал тіпті ат таппай жатсаңдар, мен жанындағы әйелдерге қалжыңдап жатым. Арай деп қойыңдар деп. Солай ғой, керемет қазақтың бір аты. Сол сияқты бұл біздің атымыз қалсын, қазақ деген затымыз қалсын. Ұлтшыл, ұлтты сүйетін азаматтар осын тездетіп қолға алып, мынау туристер бұны қазақтың даласы, қазақтың керемет атауы деп қарау керек қой. Қазір көрсем тағы көптеген ауылдар, бір қазақша атау жоқ. Міне қандай ғажап жерлер бар. Міне ағылған көлік, қараңыздаршы, қала сияқты. Мынау не енді, мынау Козловка өзені дейді. Мынаны қазақшаласаңыздар, мынаны орысшаласаңыздар, речка Козловка. Қазақшалаңыздаршы мынаны. Козлов өзені. Осыны аударыңыздар, енді аударғанға мынау мен нетіп тұрмын, ыңғайсыз. Қандай ғажап жерлер міне, қараңыздаршы. Тау десе тау, өзен десе өзен, көлік десе көлік. Бұның бәрі неге бір енді қазақша атау жоқ бұған? Бұрынғы атаулары бар ғой. Міне бұның бәрі біздің ұлттығымызға бізге сын ғой мынаның бәрі. Қараңыздаршы. Ағылған көлік, шетелдіктер. Не атау, мынау не мағына береді деп олар ChatGPT-ге салады. Қай тілде жазылып тұр? Қандай мағына беріп жатыр? Өздеріңіз айтыңыздаршы енді осы, дұрыс пе енді? Міне енді мені түсіріп өзі тоқтап жалығып кеттік. Бір қазақша атаумен іздеп кел жатырмын. Неге түсіріп кел жатырмын? Bir қазақша атау шығама деп кел жатырмын ғой, шіркін ай деп. Ермаковка дейді. Мұнарада Фекисовка дейді. Не атау, кімнің аты, кім болған? Бұл не істеп тұр? Бұны неге осы жақтың бәрі қазақтар? Бұны бір неге бір үкіметпен жазып, ақылдасып? Мынау біз қай жерде отырмыз? Не істеп отырмыз? Не бетімізді айтамыз деп бір ойлану керек қой.